Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Сын есім құрамына қарай дара сын есім және күрделі сын есім болып екіге бөлінеді. Және де қандай қай сұрақтарына жауап береді. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, қандай? Көк, қою, ұзын. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, қандай? Қою көк, ақсары, жап-жасыл. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мына суретке назар аударамыз. Алма қандай? Алма қызыл. Күн қандай? Күн шуақты. Ат қандай? Ақбоз ат. Доп қандай? Көк ала доп. Тапсырма. Сын есімдерді құрамына қарай өз үйлеріне орналастыру. Ақ дара сын есім. Қара торы күрделі сын есім. Жап-жасыл күрделі сын есім. Қызыл дара сын есім. Қою көк күрделі сын есім. Сары ала күрделі сын есім. Үлкен дара сын есім. Ақбоз күрделі сын есім. Дөңгелек дара сын есім. Ақылды дара сын есім. Ащы дара сын есім. Жарық дара сын есім. Шыныдай мөлдір күрделі сын есім. Және де дара және күрделі сын есімдер қандай қай сұрағына жауап береді. Балалар, енді назарларымызды мына бейне баянға аударамыз. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішке етіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің түсі ақ, тістері тегіс әппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз ғой сала алмаған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да, күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды. Себебі адам бет пішінінің өзі күрделі ғой. Қайталайық. Дара және күрделі сын есім.
Дара сын есім бір сөзден жасалады. Мысалы, қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, аппақ, сопақша, қызыл. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы, қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты, ақ сары, жібектей жұмсақ, қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ, түп-түзу, күрең қызыл. Балалар, тапсырманы назар аударыңыздар. Зат есімдерге сын есімдерді тіркестіріп жаз. Керекті сөздер астында көрсетілген. Бірінші сөйлем. Алма қандай? Үлкен алма. Дара сын есім. Қауын қандай? Сары ала қауын. Күрделі сын есім. Жастық қандай? Жұмсақ жастық. Дара сын есім. Қаз қандай? Қызыл қоңыр қаз. Күрделі сын есім. Ағаш қандай? Аласа ағаш. Дара сын есім. Қар қандай? Ақ күмістей қар. Күрделі сын есім. Ал енді балалар, бүгінгі өткен сабағымызды қорытындылайық. Дара сын есім тек бір сөзден ғана тұрады. Ал күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Және де күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Сабағымыз аяқталды.